булочки, самса салып сәндікке қоятын болсақ, өте әдемі көрінеді, және де дәмі де өте керемет. Піскен кезде өте тәтті болып шығады. Және тапсырысқа да дайындасаңыздар өкінбейсіздер. Енді бетін әдемілеп жұмыртқамен жалтыратып, яғни товарный вид дейді, сондай әдемі көрініс беріп шығамыз, және де қажетті дәнектерді себеміз. Күнжіт, мак деген сияқты әртүрлі дәндерді сеуіп, осылай әдемі етіп сәндеп аламыз. Міне піскен сәукеле осындай болып шықты. Өте керемет, әдемі көрінеді. Дастарханның сәні, және де мен бұны бауырсақпен толтырып қойдым. Жасап көріңіздер, тапсырысқа жасап жатқан болсаңыздар, Алла нәтижесін берсін.